Сәлем достар. Бүгін мен петличка сатып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, енді алғашқы видеолар мен жағымды жағынан басталайын деп тұр. Дауыс та кішкене анығырақ шығу керек деп ойлаймын. Кішкене қобалжу мүмкін. Дәл көшенің ортасында магазиннің освещениясына түсіріп тұрған видеомның бірі. Адамдар кішкене сәл біртүрлі қарап отыр. Енді осы арқылы мен бір социальный қабілетімді дамытып жаттым деп айта аламын. Жарайды. Кеттік. Бұл видеоның тақырыбы бәріңіз көріп тұрғандай еріншектік туралы. Бәрімізде бір жағдай болған шығар. Басымызда өткен шығар. Тұрасың. Бірдеңе істеуге ерінесің. Азында тұрып бір жаққа баруға еріну. Тамақ істеуге еріну, магазинге, соңға, универге бару, бірдеңе жасауға еріну. Ол бәрімізде болған нәрсе. Бірақ енді сұрақта, неге ол нәрсе бізге керек? Неге біз ерінеміз? Ол вообще керегі бар нәрсе ме? Не үшін керек ол? Олсыз-ақ пайда болмаған біздегі нәрсе сұрақ туындауы мүмкін. Керек. Өте керек. Өйткені еріншектік ол бізден бұрын пайда болып болған нәрсе. Ол қаншама жылдар бойы дамып келе жатқан нәрсе. Яғни туыла салып бізде бар нәрсе. Ол біздің миымызда. Миымыз, көбісіңіз білесіздер, ол бірнеше бөліктерден тұрады. Толық зерттелмеген әрине, бірақ нақты бір бөлігі бар. Лимбический система деген. Осы жерде біздің еріншектік деген құбылысымыз жатыр. Лимбический система дегеніміз бағанағыда айтып өткенде бұрыннан бері дамып келе жатыр. Оған ештеңе қызық емес. Сен істегің келіп жатыр ма, істегің келіп жатқан жоқ па, оған бір-ақ нәрсе қызық. Дәл қазір сен тоқсың ба, дәл қазір сенде нормально ма бәрі, жаурап отқан жоқсың ба деген нәрселер ғана, ол сондай нәрселерге ғана жауап береді, эмоцияға жауап береді, и сондай нәрселер жауап береді. Яғни алдағы уақытқа план құру, оны орындау оған қызық емес. Оның жасайтын мидың мынау маңдайымыздың артындағы бөлігі префронтальный кора. Енді лимбический система біздің префронтальный кораға қарай көп нейрондар бөлінген. Керісінше емес, префронтальныйдан былай емес, керісінше лимбическийден префронтальный кораға қарай көп нейрондық байланған. Соның әсерінен жынданғанда, ашуланғанда, ерінген кезде біздің логикалық қабілетіміз өшеді. Ми өте еріншек органның бірі. Бірақ оның үстіне ол бүкіл денеміз бойынша ең көп энергия тұтынушымыз. Өзі 2% салмақты алғанымен осы бүкіл денеміздегі 20% энергия жұмсайды. Енді лимбический система ол главный бухгалтер. Главный бухгалтер энергиямыздың. Ол бөлуші, реттейді. Так, мына энергия мынаған. Тамақ жеуге мынаған, ұйықтауға, ас қорытуға осындай энергия бөліп қойған. Енді еріншектік осы жерде пайдаланылады. Оған уже бөліп қойған нәрселерге артық ештеңеге бұл бөлгісі келмейді. Ал бірақ оны бөлдіре алатын бізде префронтальный кора. Біздің ойлануға, жоспарлауға, саналы түрде ойлануға жауап беретін бөлігіміз. Осы лимбический системадан барып, былайша айтқанда энергиясын сұрайды. Ал қай кезде ол бермейді? Жаңағыдай еріншекке қай кезде салғанбыз? Егер осы префронтальный корамыз, яғни біз энергияны алу үшін нақты қанағаттандыратын ответ бермегенде, яғни не үшін мен ыдыс жууым керек, не үшін мен соңға баруым керек, неге мен азында тұрып жүгіруім керек деген сұрақтарға нақты жауабын беріп былай ала алмаса энергияны, сол кезде еріншекке саламыз. Ал оны алу үшін нақтылық керек. Яғни неге мен азында тұруым керек? Өйткені мен мынандай жасап, мынандай жетістікке жеткім келеді. Немесе мен ыдыс жуу себебім таза тамақ жегім келеді, таза су ішкім келеді деген сондай бір энергияны ала алатындай жауап беру керек. Біздің таң азанмен тұрғымыз келмейтін себебі де осында жатыр. Біріншіден, бізде миымызда осы лимбический система оянады. Ең алғашқы. Яғни біз оянғанда машина сияқты әлі қызған жоқпыз.
оны енді оянып бастап жатыр, ал ең алғашқы болып лимбическая система оянады. И және ол сразу сигнал береді. Опа, сыртта суық. Ең дұрысы осы одеялдың астында жата беру деген сигнал береді. Ал мынау префронтальный кора енді оянып жатқан кезде ол осындай уже сигнал барып қояды. Сол үшін біз отложить деген кнопканы автоматически даже өзімізді ертесіне тұрып қалай будильник естімей қалғанмын деген сұрақтарға жауап бере алмай қаламыз. Үй тапсырмаларында сондай. Үй тапсырмада біз уже алдын ала уже қорқынышты қылып тастаймыз. Қорқыныш ол да эмоция ғой. Сондықтан ол да лимбический системаға жауапты. Яғни алдын ала уже елестетеміз, так, мынаяқта мынаны орындау керек, математикада мынаны орындау керек, одан кейін бар физика бар, опа, ондай тапсырма берді деп уже ойланып, уже қорқытып тастаймыз да. И сосын істегіміз келмейді. Енді ол нәрсені алдын алу өте оңай. Яғни келісіп алуымыз керек миымызбен. Барып, кішкене 5 минутқа энергия бере тұршы деп ше, 5 минут істеп көрем, болмаса жабам, ұйықтаймын. Точно, шынымен деген сияқты қылып, бір шымкентский вариантты қосу керек та миымызға. Ойланады, опа, мынау 5 минут, бұл былай айтқандай қатты қорқынышты емес қой. Көре бақыл деп, көре салайықшы деп береді, ары қарай уже жалғасып кету қызықтырақ болады. Яғни жалғасып кету шансың көп до конца орындап тастауға. Сосын мынандай нәрсе көп кездескен бізде. Ата-анамыз бізге, тортты жеу үшін сен бірінші тамағың тауысып біт деген сияқты сондай бір айтатын еді ғой. Бір методы бар еді ғой өзінің. Вот сондай бір метод қолдансақ болады. Біз біріншіден алдын ала бір тәтті беріп қоямыз миымызға. Яғни жаңа телефон сияқты нәрселер, немесе тәтті тамақ деген сияқты алдын ала беріп қоямыз, сосын барып ол жұмыс істегісі келмей қалады. Өйткені ары қарай дофамин жоқ қой. Болғанның өзінде де анадан қарағанда аз ғой. Сол үшін істегісі келмейді. Сондықтан бірінші істейміз, сосын барып біз уже 2 сағат телефон шұқылай аламыз. Істейміз, сосын барып сушняк іше аламыз деген сияқты қылып награда ретінде істеуіміз керек. Жаза ретінде емес, награда ретінде істеуіміз керек. И үшіншісі, бағана уже айтып кеткендей, өзіміздің бұғалтырымызбен энергия бөлуін жақсылап тұрып сұраймыз. Яғни просто так мен бүйтемін деген нәрсе болмайды. Мен бүйтемін, не үшін? Мынандай үшін деген сияқты қылып алдын ала дұрыстап тұрып сөйлесуіміз керек. Азында тұрып, маған мынандай нәрсе жасау керек, маған жарты сағат кітап оқу керек, немесе 1 сағат ағылшын оқу керек. Маған ол нәрсе керек, саған да керек деген сияқты қылып жақсылап тұрып сұрауымыз керек. Вот осы арқылы біз еріншектен арыла аламыз. Міне сол үшін біз еріншек емеспіз. Просто мидың өзінің бір энергия сақтау бөлігін біз дұрыс түсінбегенбіз. Осы арқылы біз кішкене былай движение жасай аламыз осыны білгендіктен. Яғни диагнозды анық білетін болсақ, уже 50% жеңіз. Не үшін ерім жатқанымызды білсек, уже 50% жеңіз деген сияқты. Қой, осымен бітірейін. Сонымен ұйықтаймыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Рахмет.